Вазелиннің сіз білмеген 7 пайдасы. Вазелин майын көбінесе ерін жарылғанда жағамыз. Алайда вазелиннің одан өзге пайдалы тұстары бар. Вазелин суда және спиртте ерімейді. Ол тек медицинада ғана емес, металдарды және электроникалық өнеркәсіпте де қолданылады. Ең тиімді тұсы, оны кез келген дәріханада қолжетімді бағада алуға болады. Осы орайда вазелиннің күнделікті өмірде қолданылар пайдалы тұстарын айтуды жөн көрдік. Менің керек арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Керекті көптеп видеолар салып отырамын. Шаш бояу кезінде теріні қорғайды. Шаш бояуы құлақ, мойын, маңдай терілеріне жұқса кетіру қиын екенін қыздар қауымы жақсы біледі. Әсіресе бояу қара түсті болған кезде тым қиынға соғады. Сондықтан келесіде шаш бояр алдында теріңізге вазелин жағып алыңыз. Оған тиген бояудан тез құтыласыз. Бет әрлеу сәтсіз шыққанда қолданыңыз. Макияж жасағанда ойдағыдай шықпай қалатын кездері болады. Сол сәтте бәрін жуып, басынан бастау шарт емес. Мақта таяқшасына вазелин жағып, артық тұстарын өшіріп тастаңыз. Кірпікті ұзартады. Егер кірпігіңіз қалың әрі ұзын болсын десеңіз, түнде жатар алдында кірпігіңізге қалыңдап вазелин жағыңыз. Аптасына 3 рет қайталап жағып тұрсаңыз, 1 айда оң нәтижесін байқайсыз. Әтір иісі тұрақтылығы үшін сүйікті парфюміңіз теріде барынша ұзақ сақталуы үшін құлақтың түбіне, білекке және басқа да әтір шашатын жерлерге аздап вазелин жағып қойыңыз. Сонда әтір суыңыздың иісі тәулік бойы жоғалмайды. Тері ауруы мәселесінде. Медициналық тәжірибеде вазелин майы іш жүргізетін және сыртқы қолданыстағы дәрі ретінде тамшы маз қолданылады. Ал теріге қатысты қиын мәселелер туындағанда шамалы дәрі-дәрмек алып, вазелинмен жақсылап араластырып, артына теріңізге жақсаңыз, теріңізден оң нәтиже байқайсыз. Тұмаумен ауырғанда, тұмауратып ұзақ ауырғанда, мұрын айналасындағы тері қызарып тұрады. Осы сәттен вазелинді мұрныңызға жағар болсаңыз, бұл мәселеден тез әрі оңай құтыласыз. Сырғаны ауыртпай тағуға көмектеседі. Сырғаны біршама уақыт тақпаса, құлақтағы сырға тағу орны кішірейіп қалады. Сондықтан қайтадан сырға тағарда құлақ ауырады. Қатты ауырмас үшін құлаққа вазелин жағып, артынан сырғаңызды таға берсеңіз болады. Менің керек арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Керекті көптеп видеолар салып отырамын.